Түркістан облысында 1279 мемлекеттік білім нысанының 63-і орталықтандырылған жылу жүйесі арқылы, 1216-сы автономды жылыту қазандықтары арқылы жылытылады. Аталған білім нысандарының 100%-і сығымдау жұмыстарынан өткізіліп, 1157-сінде жылу маусымына дайындық паспорты алынды. Ал қалған 122 нысан осы апта ішінде алынады деп жоспарлануда. Жылыту маусымына дайындық мәселесі облыс әкімі Дархан Сатыбалдың төрағалығымен өткен жиналыста кеңінен талқыланды. Негізгі мәселелердің біреуі ғой қысқа дайындық. Мен түсінбеймін, ол ешқандай қиыншылық жоқ. Жылдан-жылға бір сұрақ. Неге оны созып алып келіп жатқан? Қазандық жұмыс істеу керек, не қысымнан өткізілу керек, отопление берілу керек қой. Осы аптан сондайдың біз тағы тексеріп, маған аудан әкімдері өздері айтады, орындалды ма, орындалмады ма деп. Сіздердің арқайсыларыңыздан сұрап шығамыз, келістік пе? Аудан әкімдері, естіп отырсыздар ғой, сіздер жәрдем бересіздер де, сіздер де қоса жауап бересіздер. Енді ауданда ғой, сіздердің балаларыңыз оқиды бәрінде. Бұл жерде бөлісіп жарар ештеме жоқ. Жағдайларын көріп ғой, бөлім басшыларының қандай екенін. Жауапты қызметкерлердің. Сондықтан аудан әкімдері, мен түсініп отырмын. Сіздер ЖКХ-ны басқан жібер бір тексертіп, бағана көмек беріңіздер. Дүйсенбі күні сіздерден сұраймыз. Жалпы газден дефицит болмайды, бәрі 100% дайын дейсіздер. Адрестің бәрін қарап шықсыздар ғой. Түркістан облыстық білім басқармасы басшысының міндетін атқарушы Жандос Махамбетовтың айтуынша, облыстағы 450 білім мекемесіне қажетті 82.544,5 тонна қатты отын, 42 білім мекемесіне қажетті 2399,2 тонна сұйық отын жеткізуші мердігер анықталып, жоспарға сәйкес қажетті отын көлемі қойма сыйымдылығына қарай толығымен тасымалданды. 720 білім беру нысаны табиғи газ арқылы, 4 білім беру мекемесі электр энергиясы арқылы жылытылады. Облыстағы 107 білім беру мекемелерінің жылу жүйесін табиғи газға ауыстыру жұмыстары жүргізілуде. Оған білім саласына үнемделген бюджет қаражаты есебінен 2,2 миллиард теңге қаржы қаралған. Қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу конкурсының нәтижесінде жеңімпаздары анықталып, тиісті жұмыстар жүргізілуде. Табиғи газға ауыстырылып жатқан 107 білім беру ұйымының қатты отынмен жылытылатын бір қазандығы қалдырылып, қатты отынмен толық қамтамасыз етілген. Жылу беруге толығымен әзірленген. Сонымен қатар күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарымен 30-ға жоқ білім беру ұйымының жылу жүйелері жаңартылды. Өңірдегі 6 аудан мен қалада жылу беру маусымы 15 қазаннан басталды. Сара Кеңесбай, Жантөре Болыс Мұрат, Арт ТВ жаңалықтары.